Қайырлы құрметті көрермен, өткен бөлімде біз шаш бұралауды көрсеткен едік. Енді бүгін Динара ханым ерінбей тағы да сіздерге оны қалай жалғастыруға болатынын үйретуге дайын. Қайырлы таң. Бүгінгі үйренетініміз водопад деп аталады, прическаның сақырама. Бұл жерде қолмен өреміз. Тек қана бір невидимка ғана қажет болды. Төбеден жіңішкелеу қылып аламыз. Өте оңай, жасап көріңіздер. Одан кейін екіге бөлеміз. Екіге сыртқа қарай бір бұраймыз, сыртқа қарай. Сырттан ішке қарай деген ол. Одан осы екеуін ұстаймыз да, ортасына жоғары жақтан шашты аламыз. Тағы бір бұрасам бола ма? Болады. Одан кейін алған шашты ортаға саламыз. Төбеден тағы бір шаш аламыз. Ортаға салдық міне, төбеден алған шашты. Енді осы шашты міне екеуін алдық қой, ең басында соны бір бұраймыз. Оның бастысы логикасын түсініп алу, иә? Бастапқыда алған екі шашты жібермейсіздер. Соның арасына бір шаш салып, төбеден бір бұрап, тағы бір шаш салып, бір бұрап, солай бұлай кете береді. Одан кейін төбеден жіңішкерек қылып алыңыздар. Әдемі бөлінген болып көрініп тұру керек. Міне мына жерге салдық. Одан екі рет бұраңыз. Негізі бір рет те болады, екіден Назерге ыңғайлы болса, сіздерге де ыңғайлы болады деп ойлаймын. Екі рет бұрайсыздар. Міне қараңыздар, сол кезде мына жерде осындай водопад деп аталады. Көтеріліп кетіп жатса, былай түсіреміз. Сарқырамаларыңызды түсіріп қойыңыздар. Шашын ішіне қарай бір невидимкамен қыстырып қоясыз. Біреу жетеді. Мына жерін былай түсірсе де болады кішкене. Әдемі болды. Одан кейін осы техниканы төменге тағы бір істеуге болады. Түсінікті болды, иә, құрметті көрермен. Міне, екі шаш алдыңыз, бастапқыда екіге бөлдіңіз, бұрадыңыз, арасына салдыңыз. Әрі қарай тағы осы екі шашпен жүре бересіз. Сол екі шашты бастан аяқ істейсіз. Осымен әдемі, жеңіл шаш үлгісі дайын болды. Әдемілікті өзіңізден табыңыз және айналаңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.